Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен молочная девочка тортын пісіретін боламыз. Міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сары майымызға жұмыртқамызды қосып, және де сгущенкамызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Ұнымызға бір шай қасық қопсытқышта араластырып қоямыз. Ұнды біз барлығын бірден саламыз. Дайын болған қамыр бізде крем сияқты болып шығу керек. Формочка менде 24 сантиметр, мен осылай дайындап аламын. Сіздерде формочка болмаса, қақпақ қойып, карандашпен сызып алсаңыздар болады. Барлығын осылай дайындап аламын. Менде 5 корж шығады. Қамырымызды салған кезде есептеп саламыз. 2 қасықтан салып, сосын қалғанын бөліп саламыз. Менде шамамен 2,5 қасықтай шықты. Барлығын біркелкі етіп жайып шығамыз. Біз қамырымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 7-10 минут аралығында пісіріп аламыз. Мен осылай шетін кесіп, біркелкі етіп аламын. Кремін жасау үшін бізге творожный сыр, сливки және қант ұнтағы керек болады. Барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Осындай формада жинау міндетті емес, формасы да жинауға болады.
өз қалауларыңызша сәндеп шықсаңыздар болады. Мен осылай сәндеп шықтым. Дайын болған тортымызды тоңазытқышта 2 сағатқа салып қоямыз. Тортымыз өте керемет болып шықты. Нәзік, жұмсақ, тәтті. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.